Риясыз әңгіме бүкпесі шындық, елім деген әр азаматтың елдік мүдде жолында көтерген мәселесі сіз бен біз үшін де маңызды. Себебі әділетті Қазақстанды құру жолында туындаған әр проблема індет. Онымен күресу сіз бен біз үшін міндет. Қайырлы кеш көзқарақты көрермен, облыстың бас арнасында әдеттегідей әділетті Қазақстан бағдарламасы тізгіндемен Амангелді Атабайұлы. Қымбатты телекөрермен, естеріңізге сала кетейік. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жалпыға бірдей декларациялау деп аталады. Тақырып аясында өз пікірлеріңізбен, не болмаса студия спикеріне қояр сауалдарыңыз болса, міндетті түрде 22-11-55 телефон номеріне қоңырау шалу мүмкіндігіне иесіздер. Біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз және міндетті түрде байланысқа қосатын боламыз. 2021 жылдың 1 қаңтарында Қазақстанда 4 кезеңнен тұратын жалпыға бірдей декларациялау енгізілген болатын. Аталмыш бірінші кезеңі сол 2021 жылдың 1 қаңтарында бастау алды. Және оған сәйкес жауапты мемлекеттік лауазымда атқаратын адамдар мен олардың жұбайлары, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттілік берілген адамдар мен олардың жұбайлары сәйкесінше декларациялауға құжаттама тапсырған еді. Ал оның екінші кезеңі 2022-де емес, 2023 жылдың 1 қаңтарында басталды. Және оған сәйкес мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері және олардың жұбайлары және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жұмыскерлері және олардың жұбайлары құжаттарын тапсырған еді. Ал үшінші кезеңі 2024 жылдың 1 қаңтарында басталады. Оған сәйкесінше кімдер құжат тапсыруы тиіс? Аталмыш сауалға бүгінгі біздің спикеріміз жауап бермек. Ендеше қонағымызбен таныстыра өтейін. Касаева Бейбіт Нұрекешқызы, Ақтөбе қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының бас маманы. Қайырлы кеш, қош келдіңіз. Кеш жарық. Студиямыздың төрінде көргенімізге қуаныштымыз. Бағдарлама басында алдымен арнайы уақытыңызды бөліп келіп жатқаныңыз үшін үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Ең алдымен жалпылама жауыр болса да осы бір сұрақтан бастауды жөн санап отырмыз. Декларация дегеніміз не? Ол қалай табысталады және оның негізгі мақсаты қандай? Алдымен осыған тоқтала өтейікші. Декларацияны еліміз 2021 жылдан бастап табыстауға міндеттелді. Бұл декларацияның бастапқы және де басты міндетінің бірі ол көлеңкелі экономикамен күресу болып табылады. Сондықтан да бұл декларацияны жаңағы өзіңіз атап өткендей кезең-кезеңмен бөліп табыстау қарастырылған. Бірінші кезеңде барлық мемлекеттік мекеме қызметкерлері, мемлекеттік қызметкерлер және өздері және олардың жолдастары табыстаған болатын аталған декларацияны. Олар 250 нысандағы декларацияны 2021 жылы табыстап, яғни жаппай декларациялау жүйесіне енген болатын. Енді екінші кезеңде биылғы жылдың 1 қаңтарынан бастап барлық мемлекеттік мекеме қызметкерлері және квазимемлекеттік сектор қызметкерлері өздеріне және жолдастарына декларацияны табыстады биылғы жылдың. Содан кейін үшінші кезеңде барлық жеке дара кәсіпкерлер, яғни жеке кәсіпкерлер, предпринимательдер дейміз ғой. Жеке кәсіпкерлер өздеріне және жолдастарына табыстайды декларацияны. Сонымен қатар заңды тұлғалардың, яғни юрлицоның басшылары, құрылтайшылары, яғни өздері руководительдері мен учредительдері табыстайды декларацияны, және де олардың жолдастары табыстайтын болады үшінші кезеңде. Содан кейін төртінші кезеңде, ең соңғы кезеңде ол 2025 жылы қарастырылған. 2025 жылы аталған жаңағы санаттағы қызметкерлерден басқа, яғни кәмелет жасына толған балаларымыздан бастап, әрмен қарай еңкейген қарт ата-аналарымызға дейін табыстайды бұл декларацияны. Ол 2025 жылы көзделген. Осылайша жаппай еліміз жалпыға бірдей декларациялау жүйесіне енетін болады толықтай. Бұл жалпы ең алдымен айтып өттіңіз, оның мақсаты көлеңкелі бизнеспен күресу. Экономикамен күресу болып табылады. Бұның барлығымен күресу. 2021 жылы басталды бұл. Қазір тұрғындар қаншалықты деңгейде түсінді декларацияны? Және қосымша сауалдар туындап жатқан жоқ па? Әрине, сауал әр уақытта да туындайды. Неге десеңіз, бұл енді жаңадан енгізілген декларация болғандықтан, енді бастапқы кезекте жаппай декларациялау жүйесіне мемлекеттік қызметкерлер мен олардың жолдастары енген кезде кішкене жеңілірек болды декларация табыстау. Себебі бұл қызметкерлер оған дейін өздері мемлекеттік мекемеде қызмет етіп отырғандықтан жыл сайын декларация табыстап отырды, мүлкімен табысын растап. Олармен кішкене жеңіл болды. Ал енді биылғы жылдан бастап
екінші кезең декларацияның екінші кезеңде табыстайтын мемлекеттік мекеме қызметкерлері және олардың жолдастары табыстаған кезде кішкене түсінбеушілік, қиын кездер кездесті. Қандай түсінбеушіліктер ол? Түсінбеушіліктер барлық мектеп, балабақша, әрмен қарай колледж, универ, медакадемия дейміз, және де әуежай саласы, темір жол саласындағы қызметкерлер өздеріне табыстап, олардың жолдастары, яғни жұбайлары кішкене табыстауға қарсылық білдірген болатын. Ал негізі салық кодексінде өздері осы аталған қызметкерлер және жолдастары қатар табыстауға жүктелген. Осы жөнінде кішкене жолдастары, жұбайлары қарсылық білдіріп, қазіргі таңда, яғни біздің тарапымыздан ол жолдастарына, жұбайларына хаттама толтырылып жатыр, яғни мерзімінен кешігіп табысталғаны туралы. Алғашқы кезең 2021 жылдың 1 қаңтарынан басталды. Қаңтардан басталды. Екінші кезең 2023 жылдан басталды. Өте дұрыс. Жалғасты осылай. Енді 2024-те 4-ші Үшінші кезең болады, 2025-те 4-ші кезең болады. Ал 26-27-де сәйкесінше жыл сайын тапсырып отыруға міндетті бола ма сонда? Негізгі мерзімі қалай? Декларация табыстаудың мерзімі жаңағы аталған 1-2 кезеңдегі қызметкерлер табыстады ғой декларацияны. Яғни бұл декларацияны жүйеге енген кезде жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелер туралы декларация табысталады. Ол 250 нысандағы декларация. Содан кейін салық кодексінің 630 бабына сәйкес, 633 бабына сәйкес кімде-кім әрмен қарай жыл сайын 250 нысандағы декларация табыстап отырды. Әрмен қарай кезекті жылда 270 нысандағы жеке тұлғаның табысы мен мүлкі туралы растайтын декларация табыстап отырады. Яғни бұл дегеніміз 250 нысандағы декларация бастапқы әрі нақты декларация болып саналады. Содан кейінгі жылдар табыстайтын декларация жеке тұлғаның табысы мен мүлкін растап отыратын декларация. Ол негізі мемлекеттік қызметтегі не болмаса квазисекторлы қызметкерлердің өзге өңірлерден бөлек шетелде егер жеке мүлкі болса, оны да анықтайтын құжаттар барлығы тапсырылуға қажет бола ма? Бұл жерде құжат табыстау міндетті емес. Декларацияның ішінде, яғни бұл жеке тұлғаның бірінші кезеңдегі табыстайтын, яғни бастапқы декларациясының ішінде анкета түрінде қарастырылған бұл декларация. Осы декларацияның ішіндегі сұрақтарға жауап бере келе, сұрақтың бірден бір сұрағы, яғни сіздің өзіңіз қойып отқандай, шетел мемлекетте меншігіне тіркелген мүлігі бар болса, осы декларацияда атап өзі жазып көрсетуге міндеттелген. Яғни ешқандай да құжат қосымша талап етілмейді. Рахмет. Қымбатты телекөрермен, бүгінгі біздің эфиріміздің тақырыбымен тағы да бір мәрте таныстыра өтейін. Жалпыға бірдей декларациялау деп аталады. Өз пікірлеріңізбен не болмаса студия спикеріне сауалдарыңызды қою мүмкіндігіне иесіздер. Арнайы сіздер үшін 22 11 55 телефон номері қызмет етуде. Қала коды 7132 қоңырауларыңызды күтеміз және міндетті түрде байланысқа қосатын боламыз. Бейбіт ханым, келесі кезекте мына бір нәрсені айтыңызшы, меншігіміздегі үй не болмаса көліктердің барлығын біз қаншалықты көрсетуге міндеттіміз, ал жалға алынған жер болсашы? Меншігіміздегі мүлік, көлікті егерде өзіміздің елімізде, яғни Қазақстан Республикасында тіркелген, меншігімізге тіркелген мүлік, көлік, өзіңіз қойып отырғандай жаңағыдай сұрақтың бірі жалға берілген жер, яғни оның барлығы қазіргі декларацияда көрсетілмейді. Себебі база интегрированы, яғни құзыретті мекемелерден барлық мәлімет бар бізде. Сондықтан да тек қана меншігіңізде шетелде тіркелген мүлік бар болса, ол көлік болуы мүмкін, болмаса пәтер болуы мүмкін, болмаса жер телімі болуы мүмкін, тағысын тағы меншігіңізге тіркеуге жататын, бірақ та шетел мемлекетінде тіркелген мүлік болса, онда міндетті түрде көрсетіледі декларацияда. 21-ші басталған бұл жалпыға бірдей декларацияудың алғашқы нысанында 250 нысандағы құжаттар тапсырылу керек дедіңіз, қазір 270. Ал 3-4 кезеңдерде ше? 3-4 кезеңдерде жаңағы 1-2 кезең сияқты қай жылы жүйеге енеді, сол жылы бастапқы әрі нақты, яғни жеке тұлғаның міндеті мен активтері мен міндеттемелері туралы декларация табысталады 250 нысандағы, содан кейінгі жылдан бастап 270 табысталып кетеді.
Азап бір түсініксіздеу сияқты, негізі құжаттамалардың бұл бағыты кішкене түсініксіздеу болады, сондықтан жалпылама тарқатып айтып берсеңіз. 250-ші нысандағы құжаттар дегенімізде, 270 дегенімізде бір-бірінен айырмашылығы қандай? Екеуінің бір-бірінен айырмашылығы, осы жерде толығырақ айта өтейін, 250 жаңа басынан айтып отырмын, бұл жеке тұлғаның бастапқы әрі нақты, яғни вступительный декларация дейміз, бұл дейтін жүйеге енгендегі табысталатын декларациясы. Бұл декларацияда шетел мемлекетіндегі меншігіңізге тіркелген мүлік, көлік болса жазылады, және де сонымен қатар 10 000 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі қолма-қол ақшалары жазылады, активке жататын, және де егерде мемлекеттік қызметкер болып, егерде меншігіңізде табыс табу мақсатында мүлік тіркелген болса меншігіңізге, онда доверительный управление арқылы, яғни нотариус арқылы біз өзіміздің жақындарымызға береміз ол мүлікті. Яғни мемлекеттік қызметкерге өзіне жалақысынан бөлек табыс табуға қарастырылмаған. Сондықтан да егерде меншігіңізге жаңағы наследствоға келген мүлік бар болса, көлік бар болса, яғни ол мүлік, көлік табыс табу мақсатындағы. Болмаса өзіңіздің ірі КАМАЗ көліктеріңіз бар болса, оны жалға беретін болсаңыздар, егер сіз мемлекеттік қызметкер бола тұра, жаңағы айтып өткендей, сіз табыс табумен айналысуға болмайды, яғни жеке кәсіпкерлікпен айналысуға болмайды мемлекеттік қызметкерлерге. Сондықтан да егерде сізде сондай бір көлік, мүлік меншігіңізге тіркелген болса, оны нотариалды заверить етіп, яғни куәландырып, оны жақын туыстарыңызға, я балаларыңызға, жолдасыңызға бере аласыз. Сондықтан да егер сондай орын алған болса, сіз оны осы декларацияда, 250-ші декларацияда көрсете аласыз. Ал егер ондай мүлік, көлігіңіз бар болмаған болса, онда тек қана жаңағы сұралған сұрақтарға жауап беру арқылы табыстайсыз, яғни активтеріңізді көрсету арқылы. Ал енді 270-ші нысандағы декларацияның 250-ден айырмашылығы, өзінің атау айтып отырғандай, ол жерде жеке тұлғаның табысы мен мүлкін растайтын декларация. Яғни біздер декларация 250 табыстағаннан кейін 270-ті табыстаймыз. Сол декларацияны, яғни өткен жылға табысталады ғой декларация. Қазір мысалы міне квазимемлекеттік сектор қызметкерлерін алып өтейін, бюджет саласындағы қызметкерлерді. Мысалы, сіз қарапайым мұғалімсіз, я дәрігерсіз делік. Болмаса тіпті сол мекемеде, яғни білім ордасында еден жуушы болып қызмет етесіз. Сіз де биылдан бастап декларация табыстауға міндеттелдіңіз, және де сіздің жолдасыңыз да. Осы қызметкер биыл 250-ші нысандағы жеке тұлғаның табысы мен активтері мен міндеттемелері туралы декларациясын табыстады делік. Содан кейін осы тұлға келесі жылы, яғни алдымыздағы жылы биылғы жылдың табысын растайтын декларациясын тапсырады. Яғни 270-ші нысандағы декларацияны. Сол декларацияның ішінде ол биылғы жылы толық тапқан табысын көрсетеді. Яғни 23-ші жылға 31 желтоқсан 23 жылғы жағдай бойынша келесі жылы табыстайды декларацияны. Сол декларацияның ішінде осы аталған жылдың, яғни 2023 жылдың 1 қаңтарынан 31 желтоқсан аралығындағы тапқан табысын жазады декларацияда. Ол табысына не жатады? Мысалы, ол осы жылдың қаңтар айынан мамыр айына дейін, мысалы, бір мекемеде қызмет етті делік. Сол жерден тапқан табысын қосады. Сонымен қатар ол қызметкер биыл зейнетақы, яғни пенсияға шықты делік. Еңбегінің өзінің жаңағы тапқан табысын көрсетеді, зейнетақысын көрсетеді, әрмен қарай барлығын табысын қосып, осы бір жылдық табысын келесі жылы декларацияда көрсетеді. Және де егер биылғы жылдың міне қазір қыркүйек айында меншігіне мүлік я көлік сатып алды делік өзіміздің елімізде. Сол мүлік пен көлікті көрсетеді келесі жылғы декларацияда. Ол жерде мүлікті, яғни пәтер болсын, болмаса көлік болсын, қандай ақшаға сатып алынды, соны растап жазады. Яғни өзінің бір жылдық тапқан табысының ішіндегі бір қомақты сомаға алынған мүлік болса, онда көрсете алады, өзімнің қаражатым дегендей. Болмаса бұл көлікті я мүлікті екінші деңгейлі банктерден кредитке, яғни оформить ететін болса, яғни кредитке алынған мүлік я көлік болса, онда қай банктен алынды, сол банктың бейінін, ЖСН-ін жазып
көрсетеді, растайды. Ал егер де өзінің бауырлары, я ата-анасы алып берген жағдайда, мысалы, биыл табыстайтын кәмелет жасына толған жас мұғалімдер бар ғой, жұмысқа биылдан тағайындалған. Мысалы, олар енді жалақысы пәтер алуға жетпейді де, көтермейді делік. Егер ата-анасы алып берген жағдайда, онда мен биылғы жылдың декларациясын табыстырғанда, мен биыл, яғни 22-ші жылы көлік алдым, мүлік алдым, пәтер алдым. Сол пәтерді менің ата-анам алып берді, ата-анамның ақшасын алдым деген сияқты, осы декларацияда сол ата-анасының ЖСН, яғни иінін жазып көрсетіп растайтын болады. Көрсетілуі тиіс. Көрсетілуі тиіс, егерде биылғы жылы алынған мүлік көлік болса. Атауы айтып тұрғандай, жалпыға бірдей декларациялау деп тұр. Бірақ бізде бір ғана түсінік жүреді, ол квазимемлекеттік секторлық қызметкер болса, және мемлекеттік қызметкер болса, декларациялауды міндетті түрде тапсыруы қажет деген сияқты. Бірақ бұл жерде заңды тұлғалар мен өз-өзіне қызмет ететін жеке кәсіпкерлердің де тарапын тілге тиек етейікші. Енді жаңа айтып отырғандай, бұлар жеке кәсіпкерлер, болмаса заңды тұлғалардың басшылары, егерде олардың жолдастары биылғы жылы табыстайтын декларацияға, яғни биылғы жылы жүйеге енген болса, оларда оның жолдасы ретінде биылдан бастап табыстады. Бұл жерде ашып айтатын болсақ, яғни заңды тұлғаның басшысы, жеке кәсіпкер, мен келесі жылы тапсырамын деген түсінік емес. Бұл жерде егер сіз мемлекеттік мекеме қызметкерінің, болмаса жаңағы айтылған квазимемлекеттік сектор қызметкерлерінің жолдасы болсаңыз, өзіңізге қызмет ету арқылы жеке дара кәсіпкер болсаңыз, сіз биылдан бастап табыстайсыз декларацияны. Ал егерде ешқандай жаңағы аталған квазимемлекеттік секторге, болмаса мемлекеттік мекемеге қатысыңыз жоқ, тек өзім қызмет етемін деген жеке кәсіпкерлер мен дара кәсіпкерлер және олардың жолдастары келесі жылдан бастап табыстайды. Яғни бұл оларды бастапқы және нақты декларацияны, 250-ші нысандағы декларацияны табыстау арқылы енеді жүйеге. Мемлекеттік қызметте жұмыс жасайтын мамандар жеке және өзара жеке бизнесін жүргізуге болмайды дегенді тілге тиек еттіңіз. Ал олардың жұбайлары ше? Олардың жұбайларына болады. Яғни олар мемлекеттік қызметкер емес. Сондықтан да олардың жұбайлары жеке дара кәсіппен айналысуларына болады. Ендеше келесі мынадай бір сауалды қойғым келеді. Егер жұмыстан өз еркімен шығып кететін болса, не болмаса теріс бағыттағы босатылған жағдайда, онда декларацияны табыстау міндетті бола ма? Бұл жерде мен жалпылама ашып айтайын. Егерде кім жүйеге декларацияны, 250-ші нысандағы декларацияны табыстау арқылы бірінші, екінші кезеңде енген болса, әрмен қарай ол қызметкер биылғы жылы жұмыстан босатылған болса, жаңа сіз қойғандай өз еркімен, болмаса белгілі бір себептермен жұмыстан босатылған болса, онда оларда салық кодексінің 632-ші, 33-ші баптарына сәйкес жыл сайын декларацияны табыстап отырады. Бұрын соңды құқық қорғау органдарында қызметкерлері, мысалы 230-ші кезіндегі табыстап отырған декларацияда, егерде жұмыстан теріс себеппен босатылған болса, 3 жыл қатарынан 16-ші баптың 16-ші тармағы мен құқық қорғау кодексінің 16-ші бабының 16-ші тармағына сәйкес олар 3 жыл қатарынан декларация табыстап отыратын еді. Енді жаппай декларациялау жүйесіне енгендіктен еліміз бұл құқық қорғау кодексінің 16-ші бабының 16-ші тармағы жойылған. Яғни 21-ші жылдан бастап 3 жыл қатарынан емес, әрмен қарай 250-ші нысандағы декларацияны 21-ден бастап жүйеге еніп табыстаған болсаңыз, әрмен қарай жыл сайын 270-ші нысандағы декларацияны табыстап отырады. Бұл жерде өз еркімен жұмыстан босатылса да, белгілі бір себептермен босатылса да, болмаса зейнеткерлікке шыққан жағдайда да, оның барлығы декларация табыстайды. Жақсы, түсінікті. Ендеше мынадай бір сауал сұрағым келеді. Ақтөбе қалалық мемлекеттік кірістер басқармасы осы декларациялау туралы түсіндірме жұмыстарын қаншалықты тиісті деңгейде орындап жатыр? Және тұрғындар тарапынан қандай да бір түсініспеушіліктер туындап жатса, сіздерге тікелей хабарласа ала ма, әрі хабарласып жатыр ма? Түсіндірме жұмыстары біздің өзіміздің Инстаграм парақшамыз бар, мемлекеттік кірістер басқармасының Ақтөбе қаласы бойынша, және де Ақтөбе облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінде Инстаграм парақшасы бар. Ол жерде түсіндірме жұмыстары жүреді, әр уақытта салынады парақшаға.
барлық ақпарат, және де Атамекен палатасында да жүреді түсіндірме жұмыстары. Осы біздің өзіміздің каналды, Қазақстан Ақтөбе каналын және де Рика ТВ каналдарын шақыру арқылы біздер әр уақытта түсіндірме жұмысын телевидениеге беріп отырамыз. Және де тікелей біздің өзімізге қоңырау шалу арқылы ақпарат ала алады барлық қала тұрғындары. Біздің тікелей қала телефоны осы декларация бойынша 97-26-03 телефоны. Осы телефонға жұмыс уақытында қоңырау шалу арқылы керек ақпаратты ала аласыздар. Ал декларацияны табыстамаған жағдайда қандай шара қолданылады негізі? Сұрағыңыз өте орынды. Декларацияны уақытынан кешігіп табыстаса, және де мүлдем табыстамаған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 272 бабының 1-ші тармағы мен 2-ші тармағында егерде жаңағы аталған декларацияны кешігіп табыстаған жағдайда бірінші мәрте ескертпе қарастырылған. Содан кейін егерде бір жылдың ішінде бұл құқық бұзушылық қарастырылған болса, тағы да келесі жылы уақытынан кешігіп табыстаса, онда 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл қарастырылған. Және де бұл декларацияны бірінші мәрте жаңағыдай ішіндегі ақпараты нақты болмаса, бірінші мәрте ескертпе беріледі. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің жаңағы айтылған 272 бабының 1-ші тармағы бойынша. Және де бұл тағы да жаңағыдай тірлік қайталанатын болса, 2-ші мәрте 272 баптың 2-ші тармағы бойынша 3 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл қарастырылған. Егерде декларацияның ішіндегі мәліметі нақты болмаса, яғни ішіндегі табысын болмаса, тағы басқа мәліметтерді жасырып қалған жағдайда, онда келесі жылы 3 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл қарастырылған. Аталмыш факторларға байланысты 2021 жылдан бері айыппұл арқалағандардың саны қаншалықты қалың? Мүлдем ондай жағдайлар кездескен жоқ па? Декларацияны уақытынан кеш табыстау, не болмаса мүлдем табыстамау деген сияқты. Бұл жерде 21-ден бастап уақытынан кешігіп табысталған жағдайлар орын алған болатын. Және де қазіргі биылғы табыстайтын декларациясында уақытынан кешігіп табыстап жатқан жағдай бар. Яғни өкінішке орай әлі де жолдастарына уақытында табыстамаған қызметкерлер кездесіп жатыр. Олардың барлығына жаңағы айтып өткендей әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 272 бабының 1-ші тармағы бойынша іс қарастырылуда, яғни бірінші мәрте ескертпе беріліп жатыр. Негізі межелі қанша уақыт аралығында табыстап болуы тиіс? Мысалы, біз айтып жатырмыз, ертең 3-ші кезеңі 2024 жылдың 1-ші қаңтарынан басталады, ал қай уақытта ол нақты аяқталады? Салық кодексінде ол қарастырылған, яғни табыстау мерзімі 2 кезеңнен бөлінеді. Егерде декларацияны қағаз тасығышта табыстайтын болсаңыздар, мысалы қай жылғы сіз табыстауға міндеттелесіз, сол жылдың 1-ші қаңтарынан бастап 15-ші шілдесіне дейін қағаз тасығышта табысталады. Содан кейін электронды версиясын 1-ші қаңтардан бастап сол жылдың 15-ші қыркүйегіне дейін. Яғни, ол электронды версиясын өзіміздің қолымызда күнделікті қолданыста ұстап жүрген ұялы телефонымыз арқылы е-салық азамат қосымшасын жүктеп алып, сол приложение, яғни қосымша арқылы табыстауға болады. Ол өте тиімді. Егерде сіз салық органына келуге уақытыңыз болмаса, енді барлығы да қызметте жүрген азаматтар ғой табыстайтын декларацияны. Егерде жұмыс орныңыздан келуге салық органына уақыт таппасаңыз, үйде отырып осы жаңағы айтылған е-салық азамат қосымшасын телефоныңызға жүктеу арқылы табыстай аласыздар. Және де флешкаге ЭЦП кілтіңізді жазу арқылы, яғни ЭЦП кілтті білесіздер, ол 1 жылға ғана жарамды, және де оны соннан барып аласыздар. Яғни сол ЭЦП кілтіңізбен салық төлеушінің жеке кабинеті бар, кабинет налогоплательщика дейміз, яғни сол кабинет арқылы табыстауға болады. Байқап отырмын, негізі барлық жағдай жасалған екен. Әрине. Онлайн апарып тапсырса да, тіпті онлайн апарып тапсырса да барлық жағдай жасаулы. Әрі сіз айтып өттіңіз, айыппұл арқалағандардың қатары бар, әрине көп болмаса да. Демек, бұл дегеніміз немқұрайлылық таныту болып есептеле ме? Мен енді олай ойламаймын. Бұл жерде түсінбеу ме мүлдем? Көбінің енді бізге қазір келіп түсіндірме жасағанда, олардың айтуы бойынша, яғни декларацияны кешігіп табыстаудың қалада болмау салдарынан, яғни олар ойлады, енді 15-ші қыркүйекке дейін дегенде, 15-ші қыркүйек күні келіп біз табыстап болуымыз керек деп. Яғни ол 1-ші қаңтардан бастап табыстауға уақыттары бар еді. Дегенмен де енді өздеріңіз мектеп саласын алсақ та, білім ордасын алсақ та, енді олар 9 ай бойы енді балалармен жұмыс
жасағандықтан енді декларация табыстауға жұмыстан босамадық дегендей, олардың жолдастары өзіңізбен бірге барып табыстау үшін ЭЦП кілт алу керек дегенде, сол ЭЦП кілттің мерзімі өтіп кеткені бар кездеседі, болмаса шетелге қыдырып кетуі бар жаз айларында, сонымен тағы да ұмыт қалған дейді. Сондықтан да олардың енді әртүрлі себептерге байланысты енді кешіккен, рас енді кешіккені. Ал біздің табысымыз қандай декларацияда көрсетіледі? Біздің жаңа айтқандай табысымыз жеке тұлғаның табысы мен мүлкін растайтын декларацияда. Ол 270-ші нысандағы декларация, яғни кезекті декларацияда қарастырылған табысымызды растау. Декларацияны табыстаудан кімдер босатылады? Декларацияны табыстаудан, яғни ешкімді босатылмайды. Яғни барлық кәмелет жасына толған балалардан бастап табысталатын болғандықтан, тек кәмелет жасына толмаған жасөспірім, яғни біздің балаларымыз ғана табыстамайды, қалғанның барлығы табысталады. Зейнет жасындағыларша? Зейнет жасындағылар да табыстайды. Егер де квазимемлекеттік сектор қызмет, жаңағы айтқандай, сол мекемелерде қызмет етіп отырған зейнеткерлер бар болса, болады ғой, мысалы, оқу ордасында болмаса тағы қай жерлерде қызмет етуі мүмкін зейнеткерлер енді шағын, мысалы, өздері зейнетақысын ала отыра, өздері болмаса жолдастары күзетші болып қызмет етуі мүмкін мектепте, балабақшада. Кәсіп болуы мүмкін. Жоқ, кәсіп деп айта алмаймын енді. Кәсіп ол енді келесі жылы болады, егер де кәсіпкер болса. Қазіргі табыстаған декларацияда енді кездескен зейнеткерлер болды. Яғни жаңағы атап айтқандай оқу ордасында, болмаса ауруханаларда, поликлиникаларда, мысалы, күзетші болып, еден жуушы болып қызмет етіп отырған зейнеткерлер бар. Олар биылдан бастап табыстады. Ал егерде еш жерде қызмет етпейтін зейнеткерлер бар болса, олар келесі 2025 жылдан бастап табыстады декларацияны. Сөзіңіз аузыңызда, осы бір мәселені сұрайын деп отыр едім. Еш жерде жұмыс жасамайтын, бірақ зейнеткер емес, қарапайым жастардың санатында да болады ғой ондай. Еш жерде жұмыс жасамайтын, пробациялық есепте тұрған, не болмаса НИИТ санатына жататын жастар декларация табыстауға міндеттеле ме? Және оны қалай көрсетуі тиіс, егер еш жерде жұмыс жасамайды, ешқандай мүлкі жоқ, мүмкіндігі шектеулі бір азаматтар болса? Ол да қарастырылған бұл декларацияда. Яғни 2025 соңғы кезеңде дедік қой, кәмелет жасына толған баладан бастап еңкейген қарт ата-аналарымызға дейін деп. Яғни осы санатта олар 2025 жыл табыстайды декларацияны. Және де өздері табыстай алмаған жағдайда бұл декларацияны, яғни ата-анасының біреуі сол баласы үшін табыстауы қарастырылған. Яғни декларацияның ішінде кімге табыстайсыз деген бөлімі бар. Сол бөлімде, яғни ақыл есі кем азаматқа болмаса, тағысын тағы сол азаматтың, азаматшаның жаңағы айтылған иінін, ЖСН жазу арқылы табыстай алады ата-анасы. Жақсы, түсінікті. Ал биыл декларацияны табыстап, бірақ келесі жылы зейнет жасына шығып кетсе не болады? Ол да енді өте орынды сұрақ, себебі бұндай сұрақпен бізге де қазір келіп жатыр. Яғни осыған дейін жаңағы аталғандай құқық қорғау қызметінде болмаса әскери қызметте жұмыс жасаған қызметкерлер бар. Өзіңіз білесіздер, олар жасынан бұрын еңбек өтіліне байланысты ерте зейнеткерлікке шығады. Яғни 45 жастан жоғары деген сияқты. Ол қызметкерлерді міне қазір келіп бізден ақпарат алу үстінде. Олар 2021-де болмаса қазір декларация табыстаған болса, болашақта да жаңағы айтылған этап-этаппен, яғни кезең-кезеңмен декларация табыстайтын қызметкерлер келесі жылы декларацияны табыстай отыра, содан кейінгі жылы зейнетке шығатын болса, оларда жыл сайын табыстап отырады. Зейнеткерлікке шықса да, жаңағы айтылғандай жұмыстан өз еркімен босатылса да, яғни теріс себеппен босатылса да, барлығы табыстырып отырады декларацияны. Яғни бұл жерде жалпылай декларациялау болғандықтан. Жақсы, түсінікті. Бірақ бұл енді көлеңкелі экономикалық бизнесті жою үшін, алдарын алу үшін жасалып жатқан нәрсе. Бірақ бұл декларацияны табыстау салықтың мөлшеріне тікелей әсер етуі мүмкін бе? Мүмкін. Себебі бұл декларацияның ішінде, енді жаңа айтып отты ғой, декларацияны тапсырғанда, сіз табысыңызды растап отырасыз, және де онымен қатар сіз, мысалы, пәтеріңізді жалға берсеңіз, содан тапқан табысыңыз бар, соның барлығын осы бір декларацияның ішінде көрсете аласыздар.
Ал жеке тұлға ретінде, мысалы, біз сіздің осыған дейін, декларацияға дейін жеке тұлға ретінде сіздің тапқан табысыңызды, яғни пәтер жалдау арқылы, болмаса тағы мүлікті жалға беру арқылы тапқан табысыңызды көрмейтін еді ғой салық органы. Ал қазір сіз осының барлығын осы аталған бір декларацияның ішінде жазып көрсете аласыздар. Яғни бұл дегеніміз жеке дара кәсіпкерлерді ертең, мысалы, адвокат дейміз, нотариус дейміз, тағы жеке практикамен айналысатын қызметкерлері бар. Соның барлығы, болмаса меншігіндегі бір жылдың ішінде сатып алып, сату арқылы табыс тапқан жеке тұлғалар болады. Соның барлығы осы декларацияның ішінде табысын көрсету арқылы, яғни салығында төлейтін болады. Мына бір нәрсені айқындап алайықшы. Өзінің бірнеше пәтері бар азаматтар болады. Бірақ ол өзінің атында емес, туыстарының, жұбайының, балаларының атында болуы бек мүмкін. Бірақ дәл солай өз бизнесін жалғастырып отыратын азаматтар болады ғой. Біз бұның декларациясын қалай табыстауымыз қажет болады? Ол нақты көрсетілмейді, себебі оның атында емес. Өте дұрыс айтасыз, себебі бұл декларацияның ішінде меншігіңізге тіркелген мүлік көрсетілмейді ғой. Ал жаңағы айтылғандай бауырларына, ата-анасына, балаларына меншігінде тұрады мүлік, көлік. Егер оларда декларация табыстайтын кезеңге енетін болса, балалар да кәмелет жасына толады, ертең өседі дегендей өсіп өнеді. Ата-аналары қай кезеңде болса да олар да табыстайды. Жаңағыдай зейнеткерлік жасындағы отырған ата-аналары болуы мүмкін. Олар 25-тен бастап табыстайды. Яғни сол декларациялардың ішінде олар қай пәтерден қандай жаңағы мөлшер көлемінде табыс тауып отырғанын уже жазатын болады декларацияда. Сондықтан да бұл қазіргі жеке тұлға өзінің пәтерінен жалға беру арқылы тапқан табысын көрсетпегенмен де, жасырғанмен де, ал келесі этаптарда табысталатын жеке тұлғалар, яғни баласы кәмелет жасына толған, ата-анасы зейнеткер жасындағы, олар бәрібір де декларация табыстайды. Сол кезде барлық тапқан табысын көрсетіп жазатын болады. Рахмет жауабыңызға. Қымбатты телекөрермен, біздің бағдарламамыздың аяқталуына әлі уақыт бар, сондықтан өз сауалдарыңызды қою мүмкіндігіне иесіздер. Тағы да бір мәрте біз тақырыбымызбен таныстыра өтейік. Жалпыға бірдей декларациялау деп аталады. Біз декларациялау үшін қай құжаттарды қай уақытта тапсыруымыз қажет? Аталмыш сауалдарға бүгінгі біздің студиямыздың спикері Бейбіт ханым жауап беріп отыр. Егер өз сауалдарыңыз болса, міндетті түрде 22 11 55 телефон номеріне қоңырау шалыңыздар. Қала коды 7132. Біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз және міндетті түрде қабылдайтын боламыз. Бейбіт ханым, келесі кезекте мынадай бір сауалды қойғым келеді. Көлік болса, әрине оның декларациялауға сәйкес құжаттамасын тапсыру қажет. Үй болса, оның да декларациясын табыстау қажет болады. Ал қандай мүлікке біз декларация табыстамауымыз керек болады? Негізі қажет етілмейді аса қатты. Бұл жерде декларацияда мүліктің екі түрі қарастырылған. Яғни меншігімізге тіркеуге жататын мүлік. Өздеріңізге белгілі, меншігімізге тіркеуге жататын мүліктің барлығына пәтер, көлік, жер телімі және де жаңа дача дейміз ғой, саябақтардағы берілген жер телімі бар. Соның барлығы меншігімізге тіркеуге жататын мүлік, ал енді меншігімізге тіркеуге жатпайтын мүлік та бар. Яғни ол дегеніміз өзіміздің бұл декларацияда меншігімізге тіркеуге жатпайтын мүлікті де көрсету қарастырылған. Егер де бір данасы 1000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде тұратын болса, және де ол әрмен қарай сатылымға еніп, сізге табыс көзін әкелетін болса. Ол дегеніміз, мысалы, үйіміздегі үлкен телевизорымыз болуы мүмкін. Яғни оның бір данасы 3 миллиондай тұратын болса, енді 1000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде болмаса, 3 миллион 400 тұратын болса, енді болмаса, тағы да әйел азаматшалар енді алтынға жақындаймыз ғой, білесіздер. Сол алтын наборлары болады, сол бриллиант наборлардың бір данасы 1000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде болып, сіз сол дана жаңағы айтылған бір дана алтыныңызды әрмен қарай сататын болып, содан табыс табатын болсаңыз, және де антиквариат жинайтын азаматтар болады, яғни бағалы коллекционерлер, бағалы сағат қызығуы мүмкін, коллекциясын жинауы мүмкін, монеталар жинауы мүмкін. Болмаса тағы бір ата-бабаларынан қалған мүлік болады. Яғни антиквариатқа әдемі сервант жатуы мүмкін. Соның барлығын аукцион арқылы реализовать етіп, яғни әрмен қарай сататын болып, содан табыс табатын болса, онда осы декларацияда көрсетуге болады. Ал егер жоқ, ол менің тек қана атадан қалған мұра ретіндегі үйдегі тұрған менің сервантым, болмаса жаңағы алтын наборларым әрмен қарай сатылмайды. Яғни баладан өзінен анасынан қызына деген сияқты мұраға қалатын жағдайда, егер ондай мүліктеріңіз болса, бұл декларациялауға жатпайды.
Жеке кәсіпкерлердің арасында, бизнесмендердің арасында мынадайлары болады, шетелден көлікті алып келіп, қосымша үстемақы бағамен сататындар болып жатады. Иә? Олар декларацияны қалай табыстау қажет болады және қай уақытта? Олар декларациясы шетелден кіргізген, яғни границадан кіргізген көлікті, олар өздерінің басқа декларациясы бар табыстайтын. Ол біздің мына айтып отырған жеке тұлғаның табысыны мен мүлкі туралы декларацияға жатпайды. Ол яғни өзінің таможнядан кіргізген, шекарадан кіргізген мүлікті, көлікті сол жерде табыстыратын декларациясы болады. Ол бөлек әңгіме. Яғни ал қазіргі декларацияда ол өзінің атына тіркелген болса, шетелден кірген кезде, шетелден, яғни өзі барып атына көлік тіркеген болса, онда ол осы декларацияда көрсетеді. Ал егер өзінің атына тіркелмеген көлік болса, онда жаза алмайды бұл декларацияда. Тек сатқанда бір жылдың ішінде меншігіне тіркеп, меншігінен шығарған болса, үстінен өзіңіз айтқандай үстемақы, яғни пайда көрген болса, онда ол басқа декларация 240 декларация табыстау арқылы 10% салық төлеу арқылы декларация тапсырады. Негіздемеде көрсетілгендей, үшінші кезеңде 2024 жылдың 1 қаңтарында басталатын заңды тұлғалардың басшылары деп көрсетілген, және құрылтайшылар, және олардың жұбайлары дейді. Бұл жерде құрылтайшылар, яки қатысушылар дегенді қалай түсінуге болады? Олардың санатына кімдер жатады? Құрылтайшылар дегеніміз, яғни бір заңды тұлғаны алатын болсақ, юрлицоны мысалы. Сол юрлицоның басшысы болады және құрылтайшысы болады. Бұл енді екінің бірінде болмайды. Оның егерде өздерінің активтерін жартылай 50%-ын басшысы, 50%-ын учредитель дейміз, құрылтайшысы екеуі құраған болса, онда ол да басшысы ретінде саналады. Осы юрлицоның ол да өзіне және жолдасына декларация табыстайды. Бұл жалпыға бірдей декларациялаудың басты мақсаты көлеңкелі экономиканы қысқарту деп айтып жатырмыз, және сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу. Әрі бюджетке қосымша түсімдерді қамтамасыз ету деп көрсетілген екен. Осымен нақты және де өзіміздің халқымыздың салық салу саласындағы, яғни өздерінің қалай айтсам болады екен, салық салу саласындағы өздерінің біліктілігін, білімді, яғни ақпарат беру арқылы осы декларацияны мысалы тапсыра алады олар. Енді қазір қосымша сауалы туындаған көрермендеріміз сіздерге хабарласу мүмкіндігіне ие. Оған аталмыш номер 97 2603. Ал сіздердің орналасқан мекен жайларыңыз қайсысы? Біз енді телефонға қарап шешкенше барып көзбе-көз отырып сөйлескен жақсы көретін халықпыз ғой негізі. Әрине, қай уақытта келсе де есік ашық. Ақтөбе қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы, біздің мекен жайымыз Маресева 97 көшесінде орналасқан 209 кабинет. Жақсы. Ал қазіргі кезде түсіндірме жұмыстары қандай деңгейде жүргізіліп жатыр? 2021 жылдан бері айтып өттіңіз. Қазір аталмыш декларацияға байланысты сауалдар туындап жатыр ма халық тарапынан? Сауалдар әр уақытта да туындайды. Яғни жаңағы айтқандай телефонға хабарласу арқылы, болмаса біздің өзіміздің жаңағы айтылған мекен жайға келіп, ақпарат алу арқылы ақпарат беріліп жатыр барлық тұлғаларға. Және де біз жылдың басында, яғни қаңтар айынан бастап, барлық осы декларация табыстауға жататын мекемелерге семинар өткіземіз. Яғни біз өзіміз барып, түсіндірме жұмысын жүргіземіз жұмыс орындарында. Сол жерде тіпті телефондарына, жаңағы айтылғанда ұялы телефондарына үй-салық азамат қосымшасын қондыру арқылы табыстап та көрсетеміз. Және де өзіміздің мекемеде дөңгелек үстелдер өткіземіз. Барлық жаңағы айтылған СМИ, яғни барлық бұқаралық ақпараттарға хабарлама беру арқылы жылдың басында түсіндірме жұмыстары жүреді бізден. Мына бір жұмыс мәселесіне тоқталайықшы. Бізде шетел азаматтары бар. Елімізге келіп жұмыс жасап жатқан. Бейрезиденттерді. Бейрезиденттер. Және олардың шетелде мүлкі болуы бек мүмкін. Көлігі болсын, не болмаса үйі болсын. Бірақ жұмысы осы жақта деген сияқты. Олар декларацияны табыстау керек болады ғой, және ол шетелдегі мүліктер көрсетіле ма? Көрсетіледі, міндетті. Яғни бейрезидент дейміз оларды. Бейрезидент азаматтар мен азаматшалар. Оларда біздің резидент азаматтар мен азаматшалар сияқты кезең-кезеңмен декларация табыстайды. Оларда бар қазіргі декларация табыстаған азаматтардың арасында, яғни шетелдегі өздерінің атындағы мүлік пен көлігін жазу арқылы декларация табыстады. Шетелдегі көлік пен үйі болса да, бірақ мына жақта үй алу мүмкіндігіне ие ғой әрине. Әрине. Ешқандай оған тыйым салынбайды. Бірақ міндетті түрде декларацияда ол көрсетілуі. Декларацияда көрсетеді. Және де
егер осы аталған бейрезиденттер өзіміздің елімізден өз еліне шыққан жағдайда, яғни өзінің осы жақтағы мүлкін сатады. Белгілі жағдайда, мысалы, сол мүлкін сатқан кезде олар салық кодексінде, яғни 15% салық қарастырылған. Яғни сатқан сомадан 15% салық төлейді. Ал шетелдегі үйін сатып, мына жаққа түбегейлі көшіп келетін болса, мысалы? Көшіп келетін болса, ол шетелдегі үйі бізге қарастырылмайды. Яғни ол да өздерінің елінің, егер де Ресей Федерациясы болса, өздерінің заңнамасына сай ол жақта салығын ұстайды, төленеді. Тағы да алып қосар ақпаратыңыз болса, сөз өзіңізде. Бұл жерде қосатын жағдай, барлық қала тұрғындарының назарына айта кететін жағдай, егер де біздің СМС хабарламалар алған болсаңыздар, пуш хабарлама дейміз, онда дереу салық органына келулеріңізді сұраймыз. Себебі сіздерде декларацияларыңыз қате табысталған жағдайда біз пуш хабарлама, яғни СМС хабарлама жіберген болатынбыз, және де декларацияны табыстамаған азаматтарға СМС хабарлама жіберген болатынбыз. Егер де сондай хабарлама алған болсаңыздар, дереу салық органына 209 кабинетке келулеріңіз сұралады. Және де бұл декларацияға бей-жай қарамауларыңызды сұраймыз, себебі бұл декларацияның уақытынан кешігіп, және де нақты мәлімет жазбаған жағдайда жаңағы айтылғандай айыппұл қарастырылған. Сондықтан да айыппұлға ілінбес үшін нақты декларацияны табыстап отыруларыңыз қажет. Пуш хабарламалар туралы айта кетіңізші. Мен мысалы бірінші рет естіп отырмын, оны әрине декларация тапсырған кезде қате кететін болса, сіздер жібересіздер, қандай номерден келеді ол, және сіздерден хабарлама келгеннен кейін қанша уақыт аралығында ол адам апарып тапсыруы тиіс негізі? Біздер енді жаңағы айтқандай пуш хабарламаны бұл да бір халықты ақпараттандыру болып табылады біздің тарапымыздан. Біз енді декларацияны табыстаудың мерзімі жақындағанда 1-2 ай бұрын, яғни жаз айынан бастап пуш хабарлама жібереміз. Сіздің декларация табыстайтын уақытыңыз осынша 15 қыркүйекке дейін деп. Яғни сол хабарламаны алған кезде дереу табыстауларыңыз керек. Және де екінші кезде жіберетініміз, егер де сіздің жаңағы аталған декларацияңыз басқа мемлекеттік органына, болмаса ауданға, болмаса басқа қалаларға табысталған жағдайда, егер де тұрғылықты мекен жайыңыз өзіміздің Ақтөбе қаласы болса, бұл жерде тағы да ашып айтайын, декларация жеке тұлғалардың тұрғылықты мекен жайы бойынша табысталады. Яғни по месту прописки. Және де жеке кәсіпкерлікпен айналысатын тұлғалар бар болса, сол жеке кәсіпкерліктің қай елді мекенде орналасқан, айналысып отырған жаңа бизнесіңіз сол тұрғылықты мекен жай бойынша, және де жеке кәсіпкерлікпен айналысатын жеріңіз бойынша табысталады декларация. Яғни бұл дегеніміз, егер жеке тұлғаның тұрғылықты мекен жайы Ақтөбе қаласы болып, ал дей тұра кәсіпкерлікпен айналысатын Темір ауданы болатын болса, онда декларациясын Темір ауданы бойынша, яғни Шұбарқұдық кентіне табыстайды декларацияны. Ал егер Ақтөбе қаласының тұрғылықты мекен жайы бар болса, онда Ақтөбе қаласына табыстайсыздар декларацияны. Сондай жағдай орын алған болса, декларацияны нақты болмау осы себептен болады, бірден бір себебі. Сонда біз пуш хабарлама жіберген болатынбыз. Егер де тұрғылықты мекен жайыңыз Астана қаласы бола тұра, сіз Ақтөбеге табыстап қойсаңыз, сіз біздің Ақтөбедегі табыстаған декларацияңызды Астана қаласы бойынша өзгертуіңіз сұралады деген сияқты пуш хабарлама жібердік. Екінші пуш хабарламамыз тағы да жіберілген 15 қыркүйектен кешігіп табыстаған қызметкерлерге жібердік, және олардың жолдастарына жібердік. Сол пуш хабарламаны, яғни біздер уже айыппұлға шақырған болатынбыз. Сол айыппұлды толтыру үшін сіздерді шақырдық жеке тұлғаларды. Бұл жерде мына бір нәрсені сұрағым келеді, келесі кезекте. Несие. Несие декларацияда қаншалықты көрсетіледі? Әлде енді табыс көзі болып есептеледі ғой, ол да қосымша несие алғаны. Бұл жерде несие дегенде, бұл декларацияның ішінде сұрақтарының бір сұрағы дебиторлық және кредиторлық қарызыңыз деген. Осы сұрақты көбісі, яғни тікелей түсініп, жаңағыдай несиеміз біздің банкке бере жақ кредитіміз деп ойлайды. Ол қате ұғым, яғни ол жерде тікелей түсінудің қажеті жоқ. Декларацияны табыстағанда сол бөлімді ашып қарасаңыздар, бұл жерде
жеке тұлға, яғни келесі бір жеке тұлғаға, болмаса жаңағы юрлицоға бере жақ және ала жақ ақшалары, қаражаты бар болса, ол болашақта келесі жылдары сіздің тарапыңыздан ол адамға қарызы берілетін болмаса, яғни болмаса сізге алынатын жаңағы айтылған қарыз ақшаңыз бар болса, онда екеу ара расписка жүреді. Сол расписканы нотариалды куәландыру керек. Егер де сондай орын алған болса, яғни бере жақ қарыздарыңыз, бірін-біріңізге деген бере жақ қарыздарыңыз нотариалды куәланған болса, онда сіз осы декларацияда көрсете аласыздар. Ал басқа потребительский кредит дейміз, болмаса тағы үй алу мақсатында алынған банктің алынған кредиттеріміз бұл жерде көрсетілмейді. Декларацияда табысталғаннан кейін сіздерге егер қандай да бір жағдайға байланысты жұмысынан айырылып қалатын болса, не болады? Бұл сұрақ енді жаңағы басында қойылған сұрақтарға келеді. Мысалы, Бейбіт ханым, сөзіңізді бөлсем айып еттіңіз, өнеркәсіпте жұмыс жасайтын адамдар ауыр жағдайда мысалы аяқ қолынан айырылып қалатын жағдайлары жиі болып жатуы мүмкін. Сәйкесінше жұмысқа мүлдем жарамсыз болып қалып жатады. Бұл кезде не істеу керек? Ол кезде жаңағы айтып өткендей декларацияда жаңағы недееспособный деген бар, яғни өзі табыстай алмайтын бөлімі қарастырылған. Сол жерде жолдасының ЖСН жазып, иін жазу арқылы табыстай алады жолдасына. Не болмаса ата-анасы тарапынан болады ма? Болмаса ата-анасы тарапынан болады. Ал балалары тарапынан? Балалары тарапынан қарастырылмаған, яғни балалары оның қамқоршысы ретінде қаралмайды ғой. Егер де қамқоршысы ретінде қаралған болса, кәмелет жасына толған баласы, онда табыстай алады. Ал егер ата-анасы жоқ болса, өзі үйленбеген азамат болсашы, мысалы? Бауырлары бар. Бауырлары болмаса, енді жақындары бар ғой, сол үшін табыстай алады. Демек, жақындарына ондай мүмкіндік берілген, берілген декларацияда. Жақсы, бағдарламамыздың аяқталуына санаулы минуттар қалды, ендеше қорытынды сөз өзіңізде болсын. Енді декларация табыстауда халқымызға айтарым сәттілік. Бұл декларацияны енді жаңағы айтқандай бейжай қарамаңыздар. Бұл декларация заңмен қудаланады. Егер де уақытында тапсырмасаңыздар, және де ішіндегі мәліметті нақты болмаған жағдайда, кей қызметкерлер бар, атап айтатын болсақ, мысалы біздің өзіміздің бір ауданда оқу ордасының бір мұғалімі декларация табыстамаған, сондықтан да, яғни ол үшін басшысы жауапқа тартылған дегенде, сондықтан да бір-біріңізге кедергі жасамай, жұмыс орныңызға өзіңіздің кесіріңіз тиіп кетпесін десеңіз, жолдасыңыз үшін, өзіңіз үшін да уақытында декларацияны табыстап отыруыңыз қажет. Түсінбеген жағдайда жаңағы айтылған 97-26-03 телефонына қоңырау шалу арқылы барлық ақпарат алуыңызға болады. Болмаса 209 кабинетке Маресева 97 көшесінде орналасқан Ақтөбе қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасына келіп ақпарат ала аласыздар. Айтпақшы, мұғалімді жөн келтіріп кеттіңіз. Мысалға, менде тағы да бір қосымша сауал туындап отыр. Ешімде қалып кетпесін, бірден сұрап қалайын. Мына акционерлік қоғамдар болады, не болмаса мемлекеттік мекемелер болады. Ол жерде жұмыс жасап жатқан мамандар өзінің декларациясын бірден сіздерге қарай жіберуі қажет бола ма? Әлде ол жерде кадрмен қамтамасыз етіп отырған арнайы бөлімге апарып, сол жерге тапсыру қажет пе? Олар сіздерге тапсыра ма? Осыны аңғарып алайықшы. Бұл жерде декларацияны тапсырғандығы жөніндегі анықтаманы бізге әкелу қажет емес салық органына. Яғни біздің өзіміздің базамыз бар, жүйеміз. Біз содан тексеру арқылы көреміз кімнің қай уақытта, қай сағатта декларация табыстағанын. Ал жаңаға аталмыш қызметкер өзінің декларациясын және жолдасының декларациясын әркім өзінің мекемесінде кадр бөліміне табыстайды. Яғни жеке іс қағаздарының арасында жыл сайынғы декларациясы болу керек. Сол жерде табыстап кадр бөліміне береді. Кадр бөлімі өзі барлығын түгендеп жинап отыру керек. Ал әрмен қарай, егер уақытында табысталмаған жағдайда біз оны өзіміз пуш хабарлама арқылы, болмаса жұмыс орнына хабарлау арқылы әрмен қарай іздеп табамыз ол қызметкерді. 2024 жылдың 1 қаңтарындағы декларацияны табыстауға міндеттелетін азаматтар заңды тұлғалардың басшылары, құрылтайшылары, жаңа мен айтып өткенде, және олардың жұбайлары. Әрі жеке кәсіпкерлер мен олардың жұбайлары, қателеспесем. Ал 2025 жылы декларациялауды кімдер табыстауға міндетті?
Әлде ол жалпыға бірдей болып есептеле ме? Міне мұны соңғы кезең ғой осы. 25-ші кезең. Иә, 25-ші жылдағы. 4-ші кезең, соңғы кезең болып табылады. Бұл жерде студенттер бар. Кәмелет жасына толған азаматтар мен азаматшалар, яғни біздің енді оқу орнына түскен студенттеріміз мысалы. Болмаса тіпті оқуға түспегенде, кәмелет жасына толған 18 жасқа толған азаматтар мен азаматшадан бастап, еш жерде жұмыс жасамайтын, болмаса бірінші, екінші, үшінші деңгейдегі жаңағы әлеуметтік жәрдемақы алатын, мүгедектігі бар азаматтар мен азаматшалар бар, еш жерде жұмыс жасамайтын, әрмен қарай үйде отырған қарттарымыз бар, зейнеткерлер. Солардың барлығы табыстайды декларацияны. Жақсы, түсінікті. Ал шетелде жұмыс жасап жатқан азаматтар туралы айттық. Бірақ біздің азаматтар шетелге шығу жұмыс жасайтын болсашы? Біздің өзіміздің бұл декларация табыстайтын азаматтарымыз, яғни бірінші, екінші кезеңде табыстағандар, олар да шетелде қызмет етіп отырғандары кездесті биылғы жылғы декларацияның ішінде. Яғни қазіргі таңда мысалы 21 жылы мемлекеттік қызметте қызмет етіп, әрмен қарай жұмыстан босатылып, қазіргі таңда мемлекеттік мекемеде де еш жерде жұмыс жасамай, яғни шетелде қызмет етіп отырған өзіміздің жаңағы отандастарымыз бар екен. Яғни олар да биыл декларациясын табыстырды. Ол декларациясының ішіне табысын, яғни шетел мемлекетіне тапқан табысын көрсету арқылы декларацияда жазды. Рахмет Бейбіт ханым, ендеше бағдарламамызға келіп, сұхбат бергеніңіз үшін, танымды ақпараттарыңыз үшін үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Алдағы уақытта сіздердің жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет, өздеріңізге де сәттілік. Қымбатты телекөрермен, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын, әрі өңіріміздегі соңғы өзекті жаңалықтарды біздің YouTube, Instagram және Telegram арналарымыздан оқып қарай жүруді ұмытпаңыздар. Амандықта жүздескенше.